Жаңа талаптар барлық қаржы ұйымдары ұстануға тиісті ақпараттық қауіпсіздіктің міндетті тәсілдерін белгілейді. Құжат қауіпсіздіктің ұйымдастырушылық және техникалық аспектілерінің, оның ішінде деректерді қорғау саясатын, қызметкерлерді міндетті оқытуды және бөгде компаниялардың қызметін бақылауды қамтиды. Мұның бәрі клиенттің деректерін, ақпараттық жүйелерді қорғауға және қаржы секторының киберқауіптерге төзімділігін арттыруға бағытталған. Қаржы ұйымдары ақпаратты қорғау және тәуекелдерді басқару бойынша іс-қимылдарды негізгі болатын ақпараттық қауіпсіздік саясатын бекітуі міндетті. Сонымен қатар, ұйымшының басшылығы осы саясатты жүзеге асыруға және орындауға жауапты. Барлық қызметкерлер, оның ішінде жаңа қызметкерлер, алғашқы 5 жұмыс күн ішінде ақпараттық қауіпсіздік бойынша міндетті нұсқаулардан өтуі керек. Сондай-ақ, ұйымдар өзінің ақпараттық жүйелеріне қол жеткізе алатын бөгде компаниялар және мердігерлердің қызметін бақылауы маңызды. Қаржы ұйымдары ақпаратты қорғау және тәуекелдерді басқару бойынша барлық іс-қимылдардың негізі болатын ақпараттық қауіпсіздіктер саясатын бекітуі міндетті. Сонымен қатар, ұйымның басшылығы осы саясатты жүзеге асыруға және орындауға жауапты. Барлық қызметкерлер, оның ішінде жаңа қызметкерлер, алғашқы 5 жұмыс күн ішінде ақпараттық қауіпсіздік бойынша міндетті нұсқаулардан өтуі керек. Сондай-ақ, ұйымдар өздерінің ақпараттық жүйелеріне қол жеткізе алатын бөгде компаниялар мен мердігерлердің қызметін бақылауы маңызды.